Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Ұлжанай, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен ауызашарға арнап дайындауға болатын, үй жағдайында духовкада пісетін люле кебаб дайындап үйренетін боламыз. Міндетті түрде бәріңізге дайындауға кеңес беремін, өте дәмді. Ол үшін қажетті заттар: пияз, фарш, яғни тартылған ет, тұз бен бұрыш, дәмдеуіштер және де шпажка қажет, ағаш. Енді дайындауға кірісеміз. Ол үшін алдымен пиязды үккіштен өткіземіз. Егерде сізде блендер болса, блендермен де екі пиязды езіп алсаңыз болады. Мен осылай үккіштен өткіздім. Мінекей осындай ұсақтықта болуы қажет. Содан соң пияздың осындай артылған сөлін, яғни согын төгіп алып тастауымыз қажет. Ол бізге керек емес, сол себепті оны төгіп тастаймыз. Пияз дайын. Енді оған тартылған етті қосамыз. Содан соң қалауыңызша укроп қоссаңыз болады. Мен осындай сушеный түрін қолдандым. Және де тұз бен бұрыш дәміне қарай қосамыз. Және барлығын жақсылап тұрып араластыруымыз қажет болады. Оны жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін барып фаршты отбивать ету қажет, яғни оны ұрғылау қажет. Міне мына видеода көріп тұрғаныңыздай, осылай фаршты ұстап аласыз да табаққа өстіп ұрғылайсыз. Сол кезде ол бірігіп, қазір шпажкаға салған кезде түсіп қалмайды. Сол себепті бұлай жасау маңызды. Фарш дайын болды. Енді оның бетін жауып 1 сағатқа тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Оған дейін картофель по-деревенски дайындайтын боламыз. Ол үшін қажетті заттар: картоп, тұз, бұрыш, өзіңіздің қалаған дәмдеуіштеріңіз, сұйық май және де соя соусын қолдандым. Барлық ингредиенттер описаниеде толық көрсетілген. Мінекей осылай тазартылып жуылған картоптарды аламыз және де видеода көрсетілгендей бөлшектерге бөлеміз. Осылай ұзынша етіп бір картопты 5-6 кішкентай бөлшекке бөлсеңіз, сол кезде әдемі болып шығады. Картоптарымыз дайын болды. Енді оған дәміне қарай тұз қосамыз және де өзіңіздің қалаған дәмдеуіштеріңізді салсаңыз болады. Мен оған қара бұрыш, орегано, укроп, яғни ас көп кептірілген, және де осындай бульон қостым. Және соған сұйық майды қосамыз, яғни күнбағыс майын және соя соусын қосып, барлығын жақсылап тұрып араластыруымыз қажет. Барлық жеріне жететіндей етіп, осылай араластырып аламыз. Айтқанымдай, өзіңіздің қалаған дәмдеуішіңізді қоссаңыз болады. Осы мен қосқандарды қолдансаңыз, өте дәмді болады. Мінекей картоп дайын. Енді тамағымызды пісіретін противеньді аламыз осындай газдың. Содан кейін оның бетіне пергаментті қағаз немесе фольга төсесеңіз болады. Және де жаңағы дайын тұрған картопты үстіне орналастырамыз. Оған дейін 1 сағат өтіп фаршымыз да дайын болды. Енді оны осылай люле кебаб формасына келтіреміз де және шпажкаға барлығын орналастыруымыз қажет. Видеода көріп тұрғаныңыздай осылай кішкене бөлшек фарш аламыз және де қолмен осылай етіп формасын шығарамыз. Оны өзіңіздің қалаған формаңызды жасасаңыз болады. Маған осындай ұзынша болған ұнайды. Сол себепті осы видеодағыдай формаға келтірдім. Және де ақырын ғана шпажканы ортасына орналастырасыз. Содан соң жан-жағын тағы да біркелкі болу үшін осылай әдемілеп формасына келтіреміз және де дайын тұрған картоптардың үстіне орналастырамыз. Дәл осылай барлық люлеларды дайындап аласыз. Менде осы рецептпен, яғни 500 грамм фарштан 9 штук шпажка шықты. Барлық люле кебаптар дайын болды. Айтқанымдай 9-ы шықты. Енді оны 180 градус қызып тұрған пеште 50-60 минут бойы пісіреміз. Тамағымыз пісіп дайын болды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Және де каналыма тіркеліп, видео ұнаса, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз. Рахмет!